Қайырлы күн достар, бүгін шақыруға күнтізбені қалай саламыз соны көрсететін боламын. Гуглға кіреміз, күнтізбе деп жазамыз, қазақшалап жазамыз. Орысшасы көп календардың, қазақшасы аз. Күнтізбе 22 жыл деп жазамыз. Мына жерден күнтізбені аламыз. Қараймыз жылы тура ма жоқ па. Бүгін қарашаның ескі екен. 22 жылғы күнтізбені тауып алатын боламыз. Мінекей мынаны басамыз да жүктеп аламыз. Галереяға жүктелді. Енді біз неге кіреміз? Пиксартқа кіреміз. Бізге қажетті фонымызды таңдап аламыз. Мына фонды ала салайын қазірше. Астында міне добавить фото деген тұр, батырма. Соны басамыз да жаңағы жүктеп алған күнтізбемізді қоямыз. Мына жерде смешать деген тұр. Мінекей. Усиление дегенді бассақ, мына мынандай болады. Күнтізбемізді былай орнына келтіреміз. Өзіңіздің қалаған жеріңізге қоясыз. Міне мынаны қойдық. Енді стикер дегенге басамыз. Стикерге поиск батырмасына жазамыз. Мінекей жүрекше шығады. Жүрекшені аламыз. Былай кішертеміз де іс-шара болатын күнге жүрекшені алып барып қоямыз. Міне мысалы үшін біздің іс-шарамыз 19 қарашада болады. Мынаны мен 19 қарашаға қоямын. Мінекей. Тексті мына жерден үстінен жаза бересіздер. Бұл жерде де түс бар, мінекей астында. Шрифт бар, шрифтті де ауыстыра аламыз. Бұл жерде де орысша шрифттар, сол үшін қазақша шрифтті жүктеу қажет бұл жерге. Мына жерде свет деген тұр, мінекей түсін таңдаймыз. Қызылды аламыз. Бұл жерде де несі бар, обводкасы бар, мінекей. Мына X батырмасын басатын болсақ алынады. Мінекей бағып бітеміз де шақыру деп қоямыз. Сосын өзіміздің шақыру мәтінімізді жаза береміз. Үстінде мінекей стрелка тұр, соны басатын болсақ галереямызға жүктеледі. Жалпы осылай күнтізбені Pixart бағдарламасы арқылы қоямыз.